Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2013 жылы жарық көрген Риддик фантастикалық боевигінің сюжетін талдаймыз. Жат планеталық жыртқыш жемтік іздеп жерге түседі. Денесі қан-жоса болған Ричард Риддик аяғы сынып, су көзіне қарай әрең бара жатады. Өкінішке орай, су улы болып шығады. Кейіпкер аяғын жартас арасына салып, кілт қимылмен сүйегін орнына салады. Оның аша-айғайы күндізгі жарықта жүрген гиеналар үйірін өзіне қаратады. Риддик альфа-фуриялық ретінде күндіз ештеңе көрмейді деуге болады, бірақ ол түнде өте жақсы көреді. Жақындап қалған жыртқыштарды анықтау үшін ол арнайы қара көзілдірікті пайдаланады. Ричард суы бар шұңқырға секіріп, аман қалады. Дәусүліктер оның қанымен қоректенгісі келеді, бірақ жауынгер оларды қуады. Гиеналар кеткен соң Риддик бетке шығады. Алайда ең ақылды жыртқыш оның дәл сыртынан келеді. Ол қолына түскен сүйекпен гиенадан қорғанбақ болады, бірақ аң оны қағып жібереді. Жігіт сауытының бір бөлігін жұлып алып, алысқа лақтырады. Бір таңқаларлығы, жыртқыш соның соңынан жүгіреді. Риддик сау аяғындағы темір пластинаны шешіп, оны екі өткір істікпен сынған аяғына бекітеді. Енді бұл пластина гипс сияқты оның дене салмағын ұстап тұрады. Ричард жартастарға жетіп, кішкене су көзін табады да шөлін қандырады. Ол жартастар арасынан соқпақ жолды байқайды. Сол сәтте гиеналардың ұлыған дауысы шығады. Үйір жігіттің иісін сезіп ізіне түскен, бірақ әлі көре қоймаған еді. Су ішінен 3 алып шаян шығады. Олардың бірі гиенаға уын шашады. Ол сол жерде жан тәсілім етеді. Қалған жыртқыштар қаша жөнеледі. Басқа бір шаян жігітке шабуыл жасайды. Кейіпкер үлкен сүйектің көмегімен құбыжықтан қорғанып үлгереді. Шаян су астына жасырынады. Ал Риддик аман қалу үшін жарақатын толық жазу керектігін түсінеді. Ол бір ғимараттың қирандысын тауып, алып тастардың арасына өзін қамап тастайды. Флешбек жігіттің мұндай сұмдық жағдайға қалай тап болғанын көрсетеді. Риддик некромангерлердің аяусыз лорд маршалы болады, бірақ бәрі бірдей риза емес еді. Кез келген сәтте жігітті өлтіріп кетуі мүмкін еді. Риддик командир лауазымын беруге келіседі. Оның орнына өзінен басқа ешкім білмейтін туған планетасы Фурияның координаталарын сұрайды. Вако, Кроуға және тағы 3 көмекшісіне Риддикті үйіне жеткізу үшін кемені дайындауды бұйырады. Алайда Ричард өзін мүлдем басқа планетаға алып келгенін көргенде, мұның тұзақ екенін түсініп, 3 қарсыласын өлтіреді. Дегенмен Кроу жартастың шетін құлатып үлгереді де, Риддик үлкен биіктіктен төмен қарай құлайды. Уақыт өте келе жігіт толық сауығады. Ол гиенаның күшігін тауып алып, оған сүйектен тор жасайды. Кішкентай аңды тамақтандырып суарады. Жауынгер жартастардың арғы жағында қалың өсімдікпен су барын байқайды, бірақ ол жаққа баратын жолды алып шаяндар бөгеп тұр. Сондықтан Риддик шаяның баласын ұстап алып, оның инесінен аздап у алып, өз күшігіне егеді. Ричард гиенаның тірі қалғанын көріп, өзіне де уды аз мөлшерде еге бастайды. Осылайша оған қарсы иммунитет қалыптастырады. Соңында ол арғы бетке өтуге бел буады, бірақ күшікті алып шаяндармен шайқаста аман қалмайды деп ойлап, оны қалдырып кетеді. Риддик шаянның аяғынан тістеуіне мүмкіндік береді, ал құбыжық қорғансыз қалғанда жауынгер оны бір жола өлтіреді. Содан кейін жігіт гиенаның тордан шығып, басқа бір алып шаянға шабуыл жасағанын көреді. Риддик күшікті иығына салып алып, құбыжықтардың денесінің астымен су бойымен ептілікпен сырғып өтіп, ауыр жарақат салып үлгереді. Уақыт өте келе күшік өз иесіне адал, ересек әрі қатал жыртқышқа айналады. Екеуі жалдамалы жендеттердің қаңғып қалған станциясын тауып алады. Ол жерде Риддик азық-түлік қорын толтырады. Ол серігіне тамақ салынған пакетті лақтырады, бірақ аңға бұл сыйлық ұнамайды. Жауынгер планетаға жойқын найзағайлы фронт жақындап келе жатқанын байқайды. Жаңбыр ұзаққа созылатыны және мыңдаған шаяндар айналадағы тіршілік иелерінің бәріне ауыз салатыны анық еді. Сондықтан Ричард станциядағы апаттық маякты іске қосады. Сканерлеу нәтижесінде оның тұлғасы анықталып, тірідей немесе өлідей ұстаған үшін үлкен сыйақы тағайындалған, іздеудегі қылмыскер екені белгілі болады. Ол бұл туралы басына бәйге тігілген аңшыларға хабарлайды. Көп ұзамай жалдамалылардың ғарыш кемесі бұл жайсыз планетаға қонады. Ішінде Диас, Луна, Палка, Рубио, Варгас және Нуньес бар, ал олардың қызба мінезді басшысы Сантана станцияның іші бос, тек қабырғада маған бір кеме қалдырып, бұл жерден кетіңдер, әйтпесе өлесіңдер деген жазу тұрады. Сантана Лунаға тұтқын әйелдің бұғауын шешіп, кемеден қуып жіберуді бұйырады, өйткені кемеге шамадан тыс жүк тиелген еді. Қыз қаша жөнелгенде Сантана оның арқасынан атып өлтіреді. Бұл оқиға Риддиктің көз алдында болады. Я к ней начинал привыкать.
Жендеттердің басшысы қашқынды міндетті түрде ұстап, оның басын шыны жәшікке салатынын айтып айғайлайды. Бірнеше минуттан соң екінші кеме келіп жетеді. Сантана бәрі бақылауда екенін және екінші отрядтың қажеті жоқтығын айтады, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Екінші топ кәсіби жалдамалылардан тұрады және оны Джонс басқарады. Онымен бірге мерген Дал, Блокс, Пар және Мосс келеді. Сантана олардың кешіп келгенін ашумен айтады. Джонс Риддиктің өте қауіпті екенін ескертіп, бірлесіп әрекет етуді ұсынады, бірақ Сантана бәрін өзі реттейтініне сенімді. Екінші капитан болса, өркөкірек жалдамалының өзі көмек сұрамайынша саусағын да қимылдатпайтынын айтады. Сантана Джонсқа кемелердің қуат блоктарын шешіп алып, жәшікке салып тастауды ұсынады. Осылайша қашқынды тұзаққа түсіріп, оның түнде ұшып кетуіне жол бермеуді көздейді. Фалка 11 аңшы тым көп екенін айтып, төртеуі ақ Риддикті жеңуге жеткілікті дейді. Бақылау құрылғысы дабыл береді. Ричардтың гиенасы қозғалыс датчиктерінің бірінің жанынан өткенде сигнал іске қосылады. Бірақ дүйе мүлт кетіп атады. Жыртқыш басқа бір датчикті жұлып алып, Риддик оны жерге ұрып сындырады да, жалдамалыларды шыдатпас шуға бола құрылғыны өшіруге мәжбүр етеді. Рубио мен Сантана датчик бұзылды деп ойлап, оны тексеруге кетеді. Джонс рация арқылы олардан аумақты тұзақтарға тексерді ме деп сұрайды. Өйткені станциядан бірнеше аң тұзағы жоғалып кеткен. Көп ұзамай Рубио тұзақтардың біріне түсіп, тез қаза табады. Оның жантәсілім алдындағы айқайын қалған аңшылар естиді. Сантана Нуньеске қалған тұзақтарды залалсыздандыру үшін мина іздегішті алып келуді бұйырады. Алайда олар жаңа ғана тұрған жерде емес, Варгас үлкен қан көлшігін көреді. Бір сәттен кейін ол артына бұрылып, Риддиктің Палканың денесін сүйреп бара жатқанын қорқынышпен байқайды. Джонс өз адамдарына станциядан шықпауды бұйырады. Өйткені Сантана әлі көмек сұрамаған. Келесі күні Сантана көмектесуді сұрайды. Бірақ екінші капитан өз атын айтудан бас тартқанда, жігіт әдеттегідей ашуға мініп кетеді. Ол оның сөздеріне жауап ретінде өз артынан тазалап жүруді айтып, сол үшін мұрнынан соққы алады. Джонс көмектесуге келіседі, бірақ басқаруды өз қолына алады және бұйрықты өзі беретінін айтады. Дал капитан, Риддик оған бір күнге ғана керек екенін, содан кейін Сантананың жауынгерлері онымен қалағанын істей алатынын қосады. Жалдамалылар гиенаны аңдып, оған снайперлік мылтықтан атып тірекер тағады. Аңшылар жыртқыштың соңынан үңгірге кіреді, бірақ ішінде тек өлтірілген Фалконың денесін табады. Олар станциямен байланысқа шығып, дәл қазір сол жерде тұрған Сантанаға Риддик оларды алдап кеткенін, енді ол қуат блоктарын алуға келуі мүмкін екенін хабарлайды. Ал сол сәтте Дал жуынып жатқанда, Ричард айнасын ұрлап кетеді. Ол айна арқылы кеменің қуат блогы жоғалып кеткенін көреді. Риддик Сантанаға білдіртпей жақындап келе жатады. Бірақ дәл осы сәтте Дал пайда болып, ер адамға сыртқа шығуды бұйырады. Капитан ашуға мініп, қызға тап береді, екеуі төбелесе кетеді. Джонс қалғандармен бірге базаға оралғанда, олар сейфтің үстінен Риддиктің адал алмасуы деген жазуды көреді. Қорқыныштан дірілдеген Сантана жарылыс болады деп күтіп, сейфті ашады, бірақ блоктар өз орнында болып шығады. Кейінірек Риддик станцияға жасырын кіріп, Мосстың тамағына пышақ тірейді, одан өздерінен қорқама деп сұрайды. Жалдамалы иә деп жауап бергенде, Ричард олардың мүлдем басқа нәрседен қорқуы керектігін айтады. Осыдан кейін ол қуат блоктарын алып кетіп қалады. Көп ұзамай Риддик қаруын тастап, дұшпандарына өзі келеді, және жалдамалыларға да дәл солай істеуді бұйырады. Ричард кемеге айырбас ретінде қуат блоктарының бірін қайтаруды ұсынады, ал екіншісін өзіне қалдырып, ұшып кетпек болады. Ол жаңбыр басталған соң мұндағылардың бәрі қырылатынын мәлімдейді. Арам пиғылды Сантана Риддикке оқ атпақ болады, бірақ оған кенеттен гиена тап береді. Сол сәтте Дал Риддикке бірнеше транквилизатор атады, ал Сантана болса оның үй жануарын өлтіріп тастайды. Ричардты тұтқындап базаға апарады. Онда Джонс ұлының тағдырын білу үшін оны азаптай бастайды. Тұтқынның берер жалғы жауабы, босап шыға салысымен 5 секундтың ішінде Сантананы оның өз тесагымен өлтіретіні болады. Сантана тесагін сілтей бергенде, базаны сұрапыл дауыл басады. Бақылау құрылғылары істен шығып, жалдамалылар абдырап қалады. Олар станцияға бірнеше гиена жақындап қалды деп ойлайды. Бірақ ер адамдар базаға өте жақын келіп қалған алып саршайындардың қалың тобын көріп, есеңгіреп қалады. Құбыжықтар жауынгерлерді бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Джонс Риддикті босатуды ұйғарады, өйткені алып мақұлықтармен қалай күресу керек екенін тек соның ғана білетініне көзі жетеді. Сантана оны тоқтатпақ болады, бірақ тұтқын тек аяқтарын пайдаланып, оны уәде еткендей тез арада жайратады. Команда Ричардты бір шартпен босатады.
Ол оларға қуат блоктарын қайтаруға көмектесуі тиіс. Саршаяндармен болған шайқаста Варгас қаза табады. Риддик, Джонс және Диас реактивті байктарға мініп, блоктардың соңынан заулайды. Ұшу кезінде Диас білдіртпей Джонстың байкын аударып тастамақ болады. Капитан құбыжықтарға жем болуға шақ қалады, бірақ Ричард оны құтқарып үлгереді. Осы арада Риддик блоктарды қазып алып, Джонсқа шындықты ашады. Оның ұлы есірткіге тәуелділігінің кесірінен опат болған еді. Сол сәтте Диас блоктарды иемденгісі келіп, Джонсқа шабуыл жасайды. Ауыр айқаста Ричард жалдамалыны жеңіп көзін жояды. Алайда Диас өлер алдында өз багын атып үлгеріп, оны істен шығарады. Сөйтсек, ол Риддиктің де байкын алдын ала бүлдіріп қойған екен. Енді оларға жаяу қайтуға тура келеді. Жауынгерлер құбыжықтардың қалың шебіне қарсы тұрып, кемелерге қарай жол салады. Саршаяндардың бірі Ричардты ауыр жарақаттайды. Джонс екі блокты да алып, сарбазды тастап кетеді, кемеге жетеді. Риддик жарылыстан кейін қалған ыстық тастармен жарасын басып күйдіреді. Әлсіреген Ричард соңғы күшін жинап, қаһарлы жыртқыштардан қорғанады. Ол тік жартастың жиегіне жеткенде, соңғы сәтте Джонстың кемесі пайда болып, мақұлықтарды оқтың астына алады. Дал төмен түсіп, Ричардты өзімен бірге алып кетеді. Жалдамалылар екінші кемені Риддикке береді. Қоштасу кезінде ол Джонсқа өзін ұлына қарағанда әлдеқайда лайықты ұстағанын айтып, алдағы уақытта босаңсымауға кеңес береді. Риддик фильмі сіздерге қалай әсер етті? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.